айтайын. Каскис. Жақсы менің айтқым болып отырған сияқты ма? Шәкем мен Алматыға 7-сі күні, 6-сі күні мініп, 7-сі күні кеткен. Біле ме? Осылай. Соны жаққа барып, жақтан Крекес Бағдат күтіп алып, квартира бәрі дайындап қойған. Емшімен кетіп қойған, менің досым болып кетті. Құдайға шүкір 10 күн емделіп. Көретін жарығым бар ма? Жүретін өмірім бар, Алланың құдіретімен. Алланың сынағы босатты мені шамалы. Алланың босатқан сияқты. Сонымен аман сау сендер тілектес адамсыңдар. Досым. Алла бір жақсы әңгімемді айтқым келіп жатыр да. Рашылды білдірейін деп. Бұл ағайдың баяғыда біздің Оспан, Аппаз, Талау деген, Әлима деген 4 адам болды. Олар айтатын, садақасы кететін ағайын-ай дейтін. Ағайынның тілегінің арқасы, ағайынның ішіндегі ағайының осы отырғаннан бәріміз біздер. Біз Қаратамыр деген елміз, 300-дің ішінде. Қаратамырдың ішінде біз Семетей деген аталығымыз. Семетейдің ішінде Мүлкаман деген аталығымыз. Мүлкаманның ішінде тағы 4 бала туады, соның ішінде Құлай деген аталығымыз. Құлайдың ішінде біз Құрменел деген аталығынан тараймыз. Құрменелдің 2 әйелінен 12 баласы болған. Оның біз 2-ші әйелінен Сексенбай деген шал туады. Ағайынды 12 адам, 1 адамнан туған 2 әйелінен. Біздер мына Тоқалы әжемізбен туып, содан туған балдарымыз біздер. Біз енді ағайын Сексенбай деген кісі, Сексенбайдың 3 баласынан тараған осы ұрпақтарымыз отқан. Оны қайта-қайта жазып. Ержанның кітабында да бар ол. Біздің жадымызда да бар. Туысқан адам туысқандығын осындайда көрсетеді. Жаны ашитығын ең оңғанда қалайсың аға дейді, болмаса қалайсың әлмау дейді. Шәкін қиналды, мен ауырған кезде. Жұман айтады екен, мен өліп қалсам аша болып бар ғой әйтеуір. Кемпір шалға апарып қосады ғой мен деп. Сол бір өле қалғысы келгенін айтқан емес, мені дәрежелеп, маған азаматым ғой өзім, інім ғой артымдағы сенетін деп, ондай сөзді айтылып қалады қазақта, өсиет дейді ол. Шәке алдыңа тәуір болып келіп отырмын, Құда қаласа. Оның алдында апамыз қайтыс болып кетті, соған бір бара алмадым ауырып. Оған Құран оқытып кеше. Бірақ адамдарды шақырып кеше шәкіңдер, сен апаларымыз бәрі барды. Жақсы өтті. Сол келіншегіміз екеуміз 1 жылдан бері осы аурудың соңында жүрміз. Құдайға шүкір, бұның да еңбегі қайтты. Өлмейсің дейді ма? Айтып, өлмеймін. Жақындап тұрмын, осы қойым. Айтады, жерге кірсең, басыңнан шашыңнан тартам дейді. Мен шашым жүрдім сау olsun, жүріп аласың деймін. Аспанға шың аяғынан тартам деп қоқты. Сонымен оның бәрі тілеп қой. Өлмесін деген. Сөйтіп амаздан мен алдыңа келіп отыр. Келіп, осы жерден бірінші келіп кеше алдын күтіп алды сағат. 4-те мен 5-те барып тұрып, күтіп алып, үйге келіп осы жерден. Баяғыда біздің әкеміз айтатын, мен күреске қатысып, 7-кратный чемпион области болдым, мектеп жүргенде. Сонда ана ағам үйінен бір қатқан нан болсасы жеп кет дейтін. Апа ағам үйіне жүрді, сізге жүрді. Сөйтсем, Тоғай үлкен екен ғой медеттен. Тоғай медет жұмыр ғой. Сексенбайдың 3 баласы. Мен өзім әкем 60-ында туған балам. Олайдан сұрап алған кәдім. Өме шүкіршілік деп, Аллаға мың шүкіршілік, қалқыма рахмет, туған туысқанға рахмет деп ырза болып, әруақтарды ыза қылып,
Алла біледі ғой бәрі. Сөйтіп елге қарата мен қайтамыз дескен құлағыз. Беко ержан айтады да, аға өзім апарып тастаймын дейді. Бұл менің өмірімдегі осы история болезнь дейді ғой. Сондағы өмір тарихым болды. Сонда кімдер маған не қандай қызмет жасады? Туысқансың ба? Қолынан келген көмегін жаса. Туысқансың ба? Жағдайды сұра. Туысқан емес адамның өзінен де адам көңілін сұрауға міндеттісің. Қалайсың деп сұрау. Бірақ оған енді кейде бұл өкпе емес, не емес. Бірақ кейде адам қол тимей жатады. Жұмыс жағдай болады, анау болады, мынау болады. Бірақ айналып келгенде сылтау оның бәрі. Сөйтіп есептейді. Бар ұқсат көңілін сұрайтын адамды білу керек қой адам. Кім жақын, кім алыс, өмір қысқа өтіп жатыр уже. Өмірдің көбі кетті уже. Біз түгіл уже сендер де келдіңдер уже. Кешегі біздің ержан қазір отырмын, қанша сақал, мұрт. Енді бізге Құдай баста ауызбіршілікті болған қалыппыз біз өзі. Ауызбіршілік берсін шәке. Көкедесек біз. Бұдан біз жаныспаймыз. Соған лайықты болғасын, біздің еркегімізді көтеретін болғасын, маңдайымыздан сипап шын жақсы көретін болғасын, біз сондай әңгіме айта бастаймыз. Біз ешкім зорламайды. Ол пендешілік деген, көралушылық, іштарлық деген нәрсе, ол любой адамда болады. Оны ақылға жеңгізу керек адам.